Екінші бөлім. Короче, достар, бұл охранник мына Асылым деген апайға ашық болады бұл сериалда. Мен әлем ғашық болып қалдым ау маған. Короче, достар, смайликті бетіне қоймаған себебім ол ойы деген сөз. Түсінікті? Кетті. Сәлеметсіз бе, қазір перемена соғаны ма? Қазір 1 секундтан соң. 1 минуттан соң деген. Кетті мен. Қандай болса да перемена соқты екен. Апай, ана тақтаны кезекші өшірмеді. Кім кезекші? Әнуан сырқағы тағып алған қыз. Қайда ол, мен кезекші емес, мен кеше болдым. Сырт салды ғой, бір айтсам болды, бұл қыз бүкілін қағып алады. Уайымдамаңдар. Бүгін әсеті сен кезекші үшін ұмыт қалдың ба? Өтірік айтпа. Балдар, ауыздан жандар, түсінікті? Короче, бүгін біз қалай адам жаратылды деген сабақ болады. Адам маймылдардан таралған. Апай, сонда не үшін біз қазір маймыл емеспіз? Жаныма тимейсің балам. Апайдың сөзі қатты қадағал емес қой, апай. Балалар, әлемдегі ең гений адам 10%, менің 10% істейтін адам. Бізде вообще 1% істейді көбісінде. Соны білесіңдер ма, балалар? 10% істейтін адам. Сол, бұл зәреметті жақарды. Өйткені маймыл адамға құсап туылған. Өйткені қазір кітаптарында ашыңдаршы. Міне аштым. Міне көрдіңдер ма, 120-шы бетте. Тұр. Бүкіл балалар көрдіңдер ма? Бізде кітапта жоқ, анада ғана кітап бар ғой. Апай, бізде кітап жоқ қой, анада ғана бар ғой. Не үшін кітап бермеген? Осы 90 бойы бізге кітап бермеді. Есіңізде саған бір дегенде ба? Директордың қызы ғой. Директор болса, зато біреген көрінді емес қой. Балалар, сендерге 10 минут берем үй тапсырмасын қайталауға. Үй тапсырмасын ұмытып кеттім ғой сендерге. Апай, бірінші бізге хотя бы дәптераны, бізге бірінші кітаптарды беріңізші. Балалар, сендерге түсіндіріп береміз ғой. Ана қыздың кітабын, онсыз да ана қыз маған береді ғой кітабын. Апай мен дайбым айтып берсем бола ма? Қазақ хандығын Керей мен Жәнібек құрған. Бұлар өте мықты хандар болған. Бірінші Керей билік еткен, ал екінші Жәнібек билік еткен. Бірінші олар өте қатты билік етіп, Керейден соң Жәнібек болған. Керейді өздерінің ханы деп қазақтар білген. Короче, достар, мен қателесіп кеттім, кешірім сұраймын. Мен мынандайларды әлі біз өтпедік. Мен білетінім қазақ хандығын Керей мен Жәнібек құрғанын ғана білемін. Ал бірінші Керей болғанын білемін, айтпақшы. Керейді қазақтар өз ханы деп таниды. Ол екеулері біздің аталарымыздың бірі. Өтірік айтып жүрсем кешіріңіздер, подписчик білесіңдер ғой. Нұрай, сенде қасында отырған адам кете береді. Қазақ анасы. Нұрай, сонда сені сұрайым. Қалғандарына сұрай берем. Нұрбек саған 4. Айбек саған 3. Апай мен білмей саған 2. Саған 5. Саған вообще 0. Саған 5. Саған 2. Апай мен білмеймін.
хрыл дегенмен кешіріңіздер, просто мыналарды сөйлетіп. Короче, достар, мына жаттап атқан кезде сіздер лайк басып кетіңіздер. Давай. Апай, мен досым қарылып қалды, ұлдардың кетті. Жақсы айта берші. Қазақстанда қалайда хандығын Керей мен Жәнібек құрған. Бірінші хан қалайда хан Керей болған. Екінші Жәнібек болған. Керейді ақ киізге көтеріп өздерінің ханы деп жариялаған. Олар өте қатты белсенді адамдар. Олар туралы мультиктерде бар. Отырсаңа біз. Наконец перемен болды. Балалар, үй тапсырмасыңай. Осы адамдар маймылдан жаратылды дегенде дұрыстап тура интернеттен іздейсіңдер. Я, кеттік. Тоқта. Мен Қазір физраға кеттік. О, киімім. Киімсіз бара береміз. Бүгін физраның киімі, физраға киім ешкім алып келмеген. Онсыз да ағай, вообще физрасы киімге қатыстыра береді ғой. Ағай. Давай кеттік, балалар. Ертеңге физра болады. Дене болады. О кезде мен киімін алып келем. Менде. Балалар, үшке екіге дейін саналыңдар. Бірінші. Екілер 2 қадам алдыға. Осымен санақ аяқталды. Давай жаттығу жасататын қыздарға пихму қалайда аты келмеді. Нұрай, ауылдарға еркебұлан. Давай. Басты айналдырамыз бірінші. Басты айналдырамыз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, аяқы 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді белімізді айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді қолымызды диеге тигізіп жасаймыз, жаттығу жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қайқа, көт. Мен қазір неяқта отыра тұрайыншы, кішкене жүрегім айнып кетті. Біреулер бардан болады ғой. Ағай, ұрыспасаңыз. Давай, енді келесі жаттығу. Қыздар, қалайды. Отырып тұр, ұлдар, отжимания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қыздар 20-ға дейін, ұлдар 30-ға дейін. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Балалар, молодец. Балалар, енді балалар, сендерге наказание алдында сабақтан қашып кеткендердің тізімі. Пихм уха, Еркебұлан, Айбек. Мен қашпадым. Өтірік айтпаңдар. Жарайды. Торкөз, не үшін қашықтыңдар сабақтан? Мен болса физра екен ұмыт кеттім. Үйге қайтатын кезде бөлек қалдым. Апай менде сылтау жоқ, өйткені мен анаммен бірге тұрам. Короче, тағы ол маған айтты, қазір үйге қайтатын кез деп. Мен ойладым, физра бүгін атмен айтты солсын, мен бірге бардым. Балалар, сендерге өте қатты наказание. Бүкілерің, ұлдар, сабақ 45 минут бойы осы жақта отырасыңдар. Ойнамай ойын. Хотел мен физра киімімді киіп келейінші. Тыныш отырыңдар ем. Давай, қыздар,
Қыздар сендер ұлдарға қарсы тұрасыңдар. Осы жол алдында ұлдар қыздар жеңіп кетті, ұлдар позор. Ой, сен де сабақта қасып кеткенсің, бірақ ой. Ортаға допты қойыңдар. Давай қыздар, қыздар сендерге сенеміз. Бір жоға кешем, тез ойынға шығыңдар. Ура! Мен физра киімімді киіп келейінші вообще. Вообще физра киім емес, ол Нұрай. Физра киім емес қой. Ой, мен ұмыт кеттім, физра киімім жоқ екен менде. Балалар кетіп футбол ойнаймыз. Тыңданып тұра Нұрай ойнайсың ғой сен. Замена, мен заменада отырам. Давай Нұрай. Варатар мен болам, және ұстап алдым. Ағай, сіз күшті ойнайсыз ғой. Варатар, сіз емес, сіз басқа біреу болсыншы. Давай, Айбек, сен бол. Жақсы. Бірақ Айбек күшті варатар да. Просто мен ерке балға беріп тұлып. Варата қайда, варата. Гол! Бірден ау. Ура! Бізде гол! Жоқ, ұлдар салып кетті, қыздар бомба. Ұмыт кеттім. Торғоздың соққысы және Нұрай оны қақпалып және Айбектің бойына асырды. Ура! Осылайша есеп неше болып қалдыңдар, өйткені қазір қоңырау болады. Сапқа тұрыңдар. 9-шы сыныба. Еркебұлан бірінші тұр. Бақырмаңыз апай. Мен даусым сондай. Видеоның соңы. Давай, короче, бүкіліне. Пока, бәлерге. Давай.